Ол Атшабар 40 жыл алдын соғылған. Инвестициялық жолымен 200 миллиард 5 жылға осы жерге инвестиция құйып отыр. Асанбай Асқаров халықтың жүрегінде бұрыннан қандай орны болса, сол орны сол күйі қалады. Қараусыз қалды, шын айтқанда. Мен Назипа Дарханбайқызы Мамықова, Шымкент қалалық мәслихат депутатымын, әрі саясат ақпарат газетінің бас редакторымын. Осы бастаманы Шымкент қалалық мәслихат депутаты Анарбеков Нұрпейіс Жаппарұлы екеуміз бүгін келіп, осы ипподромды басынан аяқ аралап, халықпен кездестік. Осы жердегі мәселенің бәрін тыңдадық. Бұл мәселені қалай шешу жағын бәрін қарадық. Енді осы жерге үлкен зәулім үй салынса, ал аняға ипподром көшіріп атса, берге осындай үлкен жағдай жасалады халыққа. Ол дегенің берекеден береке, нұрдың үстін нұр емес пе? Себебі ипподром ол өзі Атшабардың өзі аты затымен шақ көшеді. Қазіргі заманауиға сай істелінетін нәрсе. Сондықтан мен ойлаймын, осы шараның бәрі халықтың өзі түсінеді, оң көзбен қарайды деп ойлаймын. Осы қаланың тұрғынымын. Енді біраз уақыттан бері әлеуметтік желілерде, бақ құралдарында осы ипподромды басқа жаққа көшіру немесе көшірмеу айналасында үлкен пікір-таластар болып жатыр. Енді соны сезімге берілмей, кішкене ақылға салып, қайсы дұрыс емес деген мәселенің айналасында қаланың тұрғыны ретінде бір пікірімді білдірсем деп отырмын енді. Біріншіден, қаланың сыртына көшірсек не ұтамыз? Бұл Шымкент қаласы мегаполис болып саналады. Яғни Астана, Алматы қалаларынан кейінгі үшінші қала. Миллионнан астам тұрғыны бар. Миллионнан астам тұрғыны бар халық таңнан кешкеден жұмыс жасайды. Сол әр аптаның соңғы күндері, сенбі, жексенбі күндері бір демалатын отбасымен, бала шағасымен демалып көңіл көтеретін, бір сәт атқа мініп, баласын атқа мінгізіп, немесе көкпар шауып атқан, бәйге шауып атқан жерлерді көріп, бір атпен демалыс жасайтын бір орын негізі сұранып тұр. Ал бірақ дәл мына жерде, қазіргі ипподромның қазіргі орнында, атқа да, халыққа да, оған келетін көлікке де дұрыс жағдай жасалып тұрған жоқ бұл жерде. Сондықтан ипподромды кең жерге салып, оған бүкіл жағдайын жасап, атты күтетін жағдай жасап, және оған келетін халықтың жағдайын жасап, соның қаланың сыртынан бір керемет демалыс орнын ат шаптырым жер дайындап жатса, оған біз қуануымыз керек. Өйткені бұрынғы кезде ипподром дұрыс орталық болып есептелді бұл жер. Ол кезде халықтың саны жағынан да, айналасында құрылыс жағынан да бұл жер ыңғайлы еді. Ал енді қазақта жақсы сөз бар ғой, 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. Енді 50 жылға жақындаған жерді ауыстырғанда біздің халықтың еш жері кем қалмайды одан. Ал енді керісінше бұл жерге үйлер түсіп жатса, қаншама отбасылар үйлі болып қалады. Олардың балаларына жағдай жасалады. Және олар айына бір рет, жылына бір рет бәйгеге келмейді ғой. Күн сайын өмір сүретін жер пайда болады оларға. Қасында мектебі пайда болады. Спорт зонасы пайда болады, спорт алаңы. Көптеген халыққа пайдалы, күнделікті пайдалы нәрселер пайда болады да. Сондықтан көп сезімге берілмей, ашуға берілмей, салып берем деп жатқан кезде, ол инвестиция бөлем деп жатқан адам бар кезде, сол инвестицияны бөліп, мына жерге құрылыс үйін салып, ал сыртқа әдемі жерден, кең жерден, 9 жолдың торабынан, үлкен көлікпен баруға, атпен баруға, аттың жем-шөбін апаруға ыңғайлы жақтан бір керемет ипподром салынып жатса, ол нұр үстіне нұр болады деп есептеймін өз басым. Ол Асанбай Асқаров халықтың жүрегінде бұрыннан қандай орны болса, сол орны сол күйі қалады. Біз өте сирек келеміз. Басында ең бірінші бастаған кезде, жасаған кезде өте қатты қуанып, осы өзіміздің Асанбай Асқаровтың атында болғаннан кейін жиі келіп тұратын ек. Кейіннен бұл жерге өте сирек келетін болды. Оның үстіне жан-жағына нелер көбейіп кетті, тұрғын үйлер салынып.
Содан кейін ол тұрғын үйлер салынғаннан кейін мына жер уже истене бастады. Сондықтан мен жаңа мынау естіп жатырмын осында жаңағы Анарбеков Нұрпейіс ағамыз жаңағы депутат. Ол кісі жаңа айтып осындайша инвестиция құйылайын деп жатыр деп. Өз ақшасымен әкелетін 200 миллиард ақшаны әкеліп, қандай фирма екенін білмеймін, сол құйып, осылайша үлкен жаңа нелерін көрсетіп жатыр, жоспарларын, проекттерін бәрін. Маған өте қатты ұнады. Қазіргі таңда мен мынау айта кетсем, осы проект бойынша осы жерге 6 миллиардқа қазір школ салынуға көзделіп отыр. Яғни 6 миллиардқа поликлиника салуға. Осы жердің ішінде 2 мәселе салынуға көзделіп отыр. Содан басқа бұл жерге жаңағы айтып отқандай 6 миллиард 800 миллионға безвозмездный инвестиция дейді. Оның ішінде жаңа айтып кеттім, 1 миллиард 200 жылға жаңа ипподромға көгалдандыру, 2 миллиард соны салуға, сол сияқты үлкен іс-шаралар жүргізуде. Енді айта кететін қазіргі таңда бұл жерде ең ипподромның жаңағы проектісі қалай түсірдіңіз. Ол жерде бүкіл қазір неге сай, талапқа сай орындалды. Ондан басқа мына жерде ең үлкен салынатын нәрсе, бұл жерде жаңағы школдың мінеке проектісі, сол сияқты мынау демалатын орын және спорт кешендері. Сонан басқа бұл жерде үлкен мәселе болып тұрғаны қазір мына таңда мінекей мына екі залды қосатын осы ипподромның қасында салатын үйлермен мына Дентробарды қосатын үлкен веложол салынып асфальт көпір. Бұл дегеніміз ерден халықтардың бәрі бүкіл демалуына қолайлы жағдай істеген. Мынау Шымкент қаласының әкімін қолдайтын тағы бір дүниесі бар да, бізде дендросаябақ. Дендросаябаққа осы күнге дейін ойбай Асанбай Асқаровтың естелігі дейді. Осы күнге дейін қаншама әкімдер кетті ғой, келді, қаланы басқарып жатыр, облысты басқарып жатыр. Ешкім Асанбай Асқаровтың атауын дендросаябаққа берген жоқ. Осы Мұрат Дүйсенбекұлы келгеннен кейін берді. Неге біз шындықты көрмейміз? Мақұл, ипподромды қаланың сыртына көшірсін. Асанбай Асқаровтың атын ипподромға тағы да берсін. Бұл үшін әдемі мүмкіндік қой, қолдағанымыз дұрыс қой. Мына жерге көп қабатты үй тұратын болса, мына қаланың көркіне көрік қоса. Мен осыны айтқым келіп отыр. Қаланың ортасына түскеннен кейін бұл қазір ипподромның жағдайы өте төмен. Бұл ипподромға қазір бір осы жерде атшабар болса да, көкпар берсе де, кіріп келіп кетудің өзі өте қиын. Қаламызда машина барлығы көлікпен жүреді. Көліктің өзі бұл жерге келіп ипподромның бір Наурыз парктың ішінде мейрам болғанда Наурыздың өзіне келіп кету өте қиын. Ал бұл жерде қазір бұл ипподромда тағы да көкпар беріп, атшабар беріп атса, одан сайын ол мәселен өте қиындайды. Мынау Бозарықтың жоғарғы жағында жер бөлінген. Бұл 2018 жыл мәселе шешілген. Сөйтіп ол жерге 2 миллиардқа түгелімен жаңағы атшабар ипподром салып беруге өз есебінен. Бұл алайшықта безвозмездный дейді. Ол қайтымы жоқ, өзінің есебінен халыққа салып бермес. Және 1 миллиард 200 миллионға ол көгалдандыру мәселесі бойынша. Сонымен қатар, мына қазіргі жерде, мына жерде осы биогруп полностью көп қабатты, оның ішінде бірнеше жаңағы ойын кешені бар, жаңағы үлкен спорт комплекс жайлар салынады. Соған бүгінгі таңда 3 миллиард 600 миллионға осы жерді сатып алып отыр. Біз қолдау көрсетуіміз керек, себебі бұл кісі осы халықтың жағдайын ойлап отыр. Себебі басқа, мысалы инвесторлер келетін болса, көбінесе білемін, инвесторлерге кемінде жер беруге, инфрақұрылымды тегін береді тұғын. Сол бұл жерде инвестор келіп отыр, бірақ осы жерді қайтып сатып беріп отыр. Ол деген үлкен біздің қаламыздың әлеуметтік жағдай көрсету, әлеуметтік жағдайы жақсарту деген мәселе. Сондықтан оны дұрыс түсіну керек. Мен осы қаланың тұрғын ретінде менің өзім ойым осы дұрыс шешім деп ойлаймын. Сондықтан осы шешімді қолдауларыңызды сұраймын. Ескін жамасаң есің келеді деген сөз бар. Сондықтан мен өзім қазіргі қаламыздың әкімінің көтеріп жатқан мәселесіне мен қосыламын, оны қоштаймын. Басында мен де өзім ойлаған едім, қалай болады екен деп. Кейін мынау барлық газетте жазылған,
айтылған сөздерді, жоспарлардың бәрін естіп таныстым. Өте керемет нәрсе екен. Кейбір халықтар мүмкін соны жөнді оларға жетіп бармағанның себебінде мүмкін жөнді түсінбей жатқан болуы мүмкін. Көпшілікке топырақ шашуға болмайды. Көз ашық қаламыздың халықтар өте көп қолдайды деп ойлаймын. Мысалы үшін кезінде мынау заман талабына сай еліміздің астанасы Алматының өзі де ауысты ғой, мысалы үшін Астана болып басқа жаққа. Сондай сияқты әр қашанда заманға сай халықтың несіне жаңағы халық үшін қызмет жасайтындай нені басқа жаққа ауыстырып жаңадан соғуға болады. Саламатсыздар ма? Менің есімім Бекмұхан Жақсыбаев болады. Самал елінің тұрғынымын. Ипподром көшіру мәселесі халық арасында дау болып жатыр. Мен ол дауды негізі қолдамаймын, өйткені біріншіден бастап ипподромның көшірілу жайлы мәселесі дұрыс халыққа түсіндірілмеді деп ойлаймын. Өйткені халықтың ойы бойынша бірінші очередте бізде талдар кетеді, дендропаркіне алады, үйдетіп, көбісі сондай арам ойға кетті. Қазір мысалы проектісін көрсек, несін көрсек, бәрі стандартқа сай, бәрі заманауи, ондай проекттерді неге қолдамасқа деймін. Өйткені мысалы ипподром қазір біздің Шымкентке қала ішінде орналасқаны ол уже ешқандай стандартқа да сай емес, халықтың өзіне ертеңгі күні халықтың өзіне мысалы мешать ететін нәрсе болады. Кедергі жасайды. Немен кедергі жасайды? Мысалы көкпар или қандай да бір концерт жағдайлары болатын болса, ипподромның алдында мына жерде пробка деген страшный болады. Оны халықпен мысалы Бозарықта ар жақтағы райондарды қосатын орталық болып саналады мына жер. Ол жерде пробка болатын болса, уже жұмыстан қайтатындар 1-2 сағатқа кешігеді, баратындар да 1-2 сағатқа кешігеді. Сондай мәселелер туындамау үшін бұндай ипподром деген нәрселерді негізі қаланың шетінде ұстаған дұрыс. Тем более қазір простой фирма емес, BI Group деп аталып жатыр фирманың аты. Именно осы жерге инвестиция саламыз деп жатқандардың арасынан. BI Group'ты өзіміз жақсы білеміз. Ол именно фирма өте мықты үйлер салғатын. Қазіргі біздің евростандарт дейді ғой енді. Баяғыдай хрущевка ретінде үйлер салынбайды қазір. Именно евростандарт бойынша площадкалар салынады, өз поликлиникасы болады, өз мектебі болады. Былайша айтқанда, бәр инфраструктурасы бар, өзі кішкене ғана ықшам аудан болайын деп тұр. Ол жақтан ары қарай дендропаркпен бірге қосатын велодорожка салынайын деп жатыр, көпір салынайын деп жатыр. Оның бәрі енді шыны керек халыққа керек нәрсе.